Өнерліге өріскен деп халық бекер айтпаған. Өнеріңмен өрге жүз деп те тілек білдіріп жатады. Бүгінгі біздің сұхбатымыз да өнерге қатысты болмақ. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде не жаңалық айтары. Студияда мен Анайля Манбаева және студия қонағы домбыраны жанына серік еткен термеші жас өнерпаз Сұлтан Жауғашты. Сұлтан, өзіңде не жаңалық? Өзімде жақында байқау болады, онлайн байқау, соған дайындалып жүрмін. Жалпы өнерге деген қызығушылық қайдан және қалай басталды? Ата-анамның қалауымен бала кезімнен бері әртүрлі үйірмеге қатыстым. Оның ішінде Азамат Сайын модель агентствосына қатыстым және ұлттық Кавказ елінің лезгинка биін биледім. Және нағыз өнерге бағыт берген домбыра бойынша марқұм нағашы әжем. Ал отбасында сенің қолдаушыларың кім? Менің қолдаушыларым ол ата-анам. Ата-аналарым маған көп жылы сөздер айтады, және соған еріп мен осындай деңгейге жетіп отырмын. Болашақта қандай мамандық иесі болғың келеді? Ата-анамның қалауы ол дәрігер болу, ал өзімнің қалауым өнер жолын таңдау. Алғаш сахнаға шыққан сәтің есіңде ме, және ол кезде неше жаста болдың? Әрине есімде, 7 жаста болдым. Ең бірінші байқауым болған соң қатты қобалжыдым, қорықтым, бірақ соған қарамай 3-ші орын алдым. Өнерден бөлек бос уақытыңда немен айналысқанды ұнатасың? Футбол ойнауды ұнатамын, және бос уақытымда ата-анама көмектесемін. Отбасында сенен басқа адамдар өнерге жақын ба? Ол менен кейінгі інім, есімі Ораз. Менімен бірге балалар музыкасына қатысады, және де ол күйші. Қандай керемет! Өзіңе ұнайтын күй немесе ән бар ма? Және ол саған несімен ұнайды? Халық әні Дауылпаз. Мен оны тартып жатқан кезде бір ерекше сезім аламын. Ендеше сол әнді бізге қонақ кәде ретінде орындап берсең? Әрине. Халық әні Дауылпаз. Зор болады Дауылпазым, қонарға көлі қайдан ай, қоңыр қаздың аққудай, елпештеген ай ару едің, қай жерге қонайын деп ай. Ой, қанат жадың ай, ой, қанат жадың ай, ойылды қайнар жем жайлап, сал серің едің ойлап. Сәуле сағу сырған күн ойлап ей, кеш болсаң кетіресің ау тағатымда, ән салдым қағайырып ай, қара түнді талпынау, тыныш таппай ау жаңқалқатай, қақылап саған қарай ау. Ой, қанатымның ай, ой, қанатымның ай, ойылы қайнар жем жайлап, сал серің едің ойлап. Сәуле сағу сырған күн ойлап ей. Жарайсың. Сұлтан, сахнада кешертіп отырғанда қандай ойлар келеді? Сахнада мен
ойламаймын көп, өйткені ойлансам шатасып кетуім мүмкінмін. Жақында өткен Шуақ пен шабыт атты конкурста бас жүлдеге ие болыпсың, құттықтаймыз. Сол конкурстан алған әсерің қандай? Бұл байқауға мен поэзия жанрымен қатыстым. Көп дайындалдым. Маған көмек берген ұстаздар ол Дина Бауыржанқызы, Лаура Селханқызы, Алия Оразайқызы және менің анам. Басқа қандай да аспапта ойнап, немесе басқа өнермен айналысқың келеді? Фортепиано деп ойлаймын, өйткені көбісі маған қолың әдемі, қолың фортепианистке ұқсайды деп айтады. Егер де шығармашылық жолын емес, басқа жол таңдау керек болса, қай жол таңдар едің? Спорт саласын таңдаушы едім, өйткені мен футболды қатты ұнатамын. Егер де ата-анаңа, отбасыңа арнап бір күй шығарсаң, оның аты қалай аталатын еді? Жанұя деп ойлаймын. Сұлтан, сен өлең оқисың, ән айтасың, домбырада ойнайсың. Барлығына қалай үлгересің және шабытты қайдан аласың? Ең біріншіден бұл үлкендердің батасы, ұстаздың сөзі және өзіне сенімділік. Керемет, өзіңді көріп отырған балаларға қандай кеңестер айтар едің? Денсаулық күту, қарапайым болу, тәрбиелі болу және сабырлы болу. Сұлтан, студиямызға келіп, уақытыңды бөліп сұхбат бергеніне рахмет. Алар асуларың мен бағындырар белестерің көп болсын. Құрметті көрермен, біздің сұхбатымыз тәмам. Егер де сіздерге біздің әңгімеміз ұнаса, лүпіл басып тіркеле кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.